Сәлеметсіздер ме, менің қымбатты көрермендерім. Бүгін сіздерге мен қазақ халқының ұлттық тағамдарының бірі, керемет тағам үлпершек деген тағамды жасап көрсеткім келіп тұр. Бұл сиырдың немесе жылқының жүрегінен жасалатын тағам екен. Бұны көбінесе ұзатылған қыз ауылына келгенде, төркіндеп келгенде, сол жүрегім сенімен бірге деп ойлайтын шығар. Соны осыны жасап береді екен ол қызға. Ол қыз келместен бұрын оны жасап, әдемілеп ұнның астына салып қояды екен да, келген кезде пісіріп береді екен. Қазір соны сіздермен біз болып жасап көрейік. Қазақтың керемет ұлттық тағамдарының бірі үлпершек тағамын дайындау үшін бізге керекті заттар. Біз қазын алдық, кішігірім жылқының сүрленген етін алдық. Сосын бір 200 грамдай қойдың майын алдық. Енді ең басты бұл жерде тағамның ең басты мәнін келтіретін бұл жүрек. Бұл сиырдың жүрегін алдық. Енді қазір бұл сиырдың жүрегін ішінің мына қуыстары болады өзінің. Қараңыздар. Сол қуыстарының арасындағы майда еттерін бәрін алып тастап, осынан бәрін майдалап, еттерді турап, құйрықты турап, қазғардан турап, ішіне салып тігуіміз керек. Қазір мына ішін бәрін тазалайық. Мына жүректің ішіндегі еттерінің бәрін алып тастадық. Мынандай бір еттері шықты. Бұның бәрін картоппен қуырып жіберуге болады. Енді мына қазы тартамызда ішіне жылқының етін мынау бәрін әдемілеп сыйғызуымыз керек. Сыйғанша. Ішінде қуыстары бар, соның бәрін ары қарай жіберіңіз. Жүректің қуыстары болады өзі. Түкпіріне дейін жіберіңіз. Енді бұны әдемілеп бәрін ішіне салып, етіңіздің бәрі сия бермейді бұл жерге. Сондықтан қуыс-қуыстың бәрін нығыздап кіргізесіз. Енді міне еттің бәрі кетті деп айта алмайым, аз-маз қалды. Қазы кетті, құйрық май кетті. Енді қазір әдемілеп бұны тігіп тастауымыз керек. Сөйтіп қазанға барып пісіріледі. Қазір керемет тағам ғой бұл үлпершек. Қыз баланың, тұрмысқа шыққан қыз баланың төркіндеп келген кезде берілетін тағам екен бұл қазақ халқының. Сондықтан бұл керемет дайындалуға тиіс. Енді қазір әдемі нығыздап бұны тігіп қоямыз. Міне қараңыз, әдемілеп жүректі ішіне қазымыз салып, еттеріміз салып, жылқының еттерін, сосын құйрықты салып әдемілеп байлап қойдық. Енді мұны мұздай суға салып жатырмыз. Қазір қайнап шыққаннан кейін 1-2 сағат қайнайды. Міне қайнап шықты, көбігін алып жатырмыз. Жай отқа қойдық. 1-2 сағат қайнатуымыз керек. Міне 3 сағат қайнады. Енді алдық. Қазір сусын, сосын кесіп көреміз. Дастарханға келді. Керемет үлпершек деген қазақтың ұлттық тағамы. Бұны қыз балаларға жасайды екен. Көбінесе ұзатылған қыз бала болса, сол төркіндеп келгенде жасайды екен. Қазір кесіп көрейік. Бұның ішінде қаз да бар. Бұл 3 сағаттан артық қайнады. Қараңыз. Көрейік бісміллә деп үлпершекті. Қазақ қыз баласына не тағам дайындайтынын білген. Қараңыз. Сондай керемет тағам болған. Міне үлпершегіміз керемет дайын болды. Қазір міне осыны жасап та жүріңіздер, міне көріңіздер. Бұл қазір ешкім жасай бермейтін тағам бұны. Екінің бірі жасай бермейді. Тұрмысқа шыққан қыздарыңызға, ауылдарыңызға төркіндеп келсе, жасауларыңызға болады. Міне қандай керемет дәм көріп отырмыз. Керемет тағам болған. Міне осыны ұзатылған қыздарыңыз болса, бірінші рет үйге келе жатқан болса, жасап беріңіздер. Ол қуыс не құп болады. Сондай тамаша тағам. Міне енді ұнаса лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Бұл қазақтың ұлттық тағамдарын
жасап жүріңіздер, ұлықтап жүріңіздер, ұмытылып бара жатқан тағамдарда міне бүгін сіздерге көрсеттім. Астарыңыз дәмді болсын.